Ораза қай кезде бұзылады? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте маңызды сұраққа жауап іздейміз. Ораза қай кезде бұзылады? Көпшілік ораза тек тамақ ішпеу мен су ішпеу деп ойлайды. Бірақ шариғат тұрғысынан оразаны бұзатын нәрселер нақты ережелермен белгіленген. Бұл тақырыпты дұрыс түсіну үшін ең алдымен оразаның мәнін еске түсірейік. Ораза таң намазынан кешкі ауыз ашқанға дейін ішіп жеуден, жыныстық қатынастан және оразаны бұзатын әрекеттерден тыйылу. Ендеше, нақты қандай жағдайларда ораза бұзылады? Тақырыпты ашпас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақын адамыңызға жіберіп отырыңыз. Бірінші, әдейі тамақ жеу немесе су ішу. Егер адам таң атқаннан кейін күн батқанға дейін әдейі тамақ жесе немесе су ішсе, оразасы бұзылады. Ал егер ұмытып кетіп жеп немесе ішіп қойса ше, бұл жерде жеңілдік бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылмайды. Алла оны тамақтандырды деп айтқан. Яғни, ұмытып кеткен болса ораза жалғасады. Бірақ есіне түскен сәттен бастап бірден тоқтауы керек. Екінші, жыныстық қатынас. Ораза кезінде әдейі жыныстық қатынас жасау оразаны бұзады және бұл ең ауыр бұзушылардың бірі. Мұндай жағдайда тек қаза емес, кәфарат та міндет болады. Яғни, бір құл азат ету. Қазіргі таңда ондай жоқ. Немесе 60 күн қатарынан ораза ұстау. Немесе 60 мұқтаж адамды тамақтандыру. Бұл оразаның қасиеттілігін көрсететін ауыр жаза. Үшінші, құсу. Егер адам әдейі құсса, оразасы бұзылады. Ал еріксіз құсып қойса, оразасы бұзылмайды. Маңыздысы әдейі ме, әлде еріксіз бе? Осы айырмашылық. Төртінші, әдейі ұрық шығару. Бесінші, темекі шегу. Темекі ауыз арқылы ішке кіретін зат. Сондықтан темекі шегу оразаны бұзады. Кейбіреулер темекі тамақ емес қой деп ойлайды. Бірақ шариғатта ауыз арқылы ішке кірген кез келген зат оразаны бұзады. Алтыншы, тамырға қоректік дәрі салу. Егер салынған укол немесе система қоректік мәнге ие болса, яғни тамақтың орнын басатын болса, ораза бұзылады. Ал жай ауырсынуды басатын немесе антибиотик секілді қоректік емес дәрілердің үкімі ғалымдар арасында талқыланған. Көпшілік ғалымдар қоректік емес укол оразаны бұзбайды деп есептейді. Жетінші, етеккір немесе нифас. Әйел адамда етеккір немесе босанғаннан кейінгі қан келсе, ораза автоматты түрде тоқтайды. Тіпті күннің соңына аз уақыт қалса да. Кейін ол күндерді қаза етеді, бірақ кафарат жоқ. Оразаны бұзбайтын нәрселер. Көпшілік күмәнданатын нәрселер бар. Тіс тазалау, пастаны жұтпау, жуыну, көз тамшысы, қан тапсыру, ұмытып ішіп жеу, еріксіз құсу. Ислам жеңілдік діні. Аллах тағала пендесіне қиындық қаламайды. Ниет мәселесі. Ораза ниетпен ұсталады. Егер адам күндіз мен енді ораза ұстамаймын деп нақты шешім қабылдаса, тіпті ештеңе жемесе де, кейбір ғалымдар бойынша оразасы бұзылады. Себебі ораза тек аш жүру емес, ниетпен байланысты ғибадат. Маңызды ескерту. Оразаны әдейі, себепсіз бұзу үлкен күнә. Аллах тағала Құранда оразаны парыз еткенін айтады. Бұл тек ашығу емес, сабыр, тәрбие, тақуалық мектебі. Сондықтан әрбір мұсылман оразаның шарттарын біліп ұстауы керек. Қорытынды. Қысқаша айтқанда, ораза мына жағдайда бұзылады. Әдейі ішіп жеу, жыныстық қатынас, әдейі құсу, әдейі ұрық шығару, темекі шегу, қоректік дәрі салу, етеккір, нифас. Ал ұмытып ішіп қою, еріксіз құсу оразаны бұзбайды. Ең бастысы біліммен ұстау. Себебі білмей қателескеннен
біліп дұрыс ұстаған абзал. Егер осындай пайдалы тақырыптар қызық болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Рамазан айы баршамызға берекелі болсын.